Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін қытырлақ әдемі вафлидің рецептімен бөліскім келеді. Бұл вафлиді пісіру үшін арнайы вафельница қажет болады. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, шекер және ерітілген сары қажет болады. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз жақсылап еріді. Оның үстіне ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. Енді қалған ұнымызды үстіне салып, сұйық қамыр жасаймыз. Тестамыз сұйығырақ болу керек. Дайын болған тестамызды вафельницаға құйып, жапқанда ручкасын қаттырақ қысып, пысылдатып пісіріп алу керек. Сонда ғана вафлимыз хрустящий, қытырлақ болып шығады. Үлкен асқаспен салып пісіріп аламыз және дайын болған вафлилерді өз қалауларыңыз бойынша формаға келтіріп жасап алсаңыздар болады.
міне менде осындай әдемі қытырлақ вафлилерім пісті. Енді осы вафлилеріміздің арасына вареный сгущенканың көмегімен әсемдейтін боламыз. Кондитерлік қапшықтың көмегімен вафлилерімнің арасына салып әсемдедім. Егер үйлеріңізде вафли пісіретін вафельницаларыңыз болса, менімен бірге жасап, балаларыңызды және жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.